Сәлем, бұл Миратрикс. Соңғы кездері кинотеатрларды франшизалар басып алды. Яғни кинотеатрға барсаң, сиквел, приквел, спин-оффтардан басың айналып кетеді. Өйткені оның логикасы түсінікті әрине. Өйткені жұртқа ұнаған, жұрт көрген фильмнің жалғасын шығара берсең, кинотеатрларға жұрттар келе береді. Сол сиквелдардың арасында жоғалып кеткен бір фильм бар, қазір кинотеатрларда жүріп жатыр. Сол туралы айтқым келеді. Оның атауы «Мені айға ұшыр». Фильмнің түпнұсқалы атауы «Fly Me to the Moon». Әрине бірден махаббатқа толы Фрэнк Синаtraның әнін еске түсіреді. Және бұл мінсіз нейминг деп ойлаймын, өйткені фильмнің жанры романтикалық комедия, ал сюжет айға ұшу миссиясында өрбиді. Тарихи контексттен бастайық. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Совет одағы мен ақш бір-бірімен ғарыш жарысын ұйымдастырады, және 1961 жылы Юрий Гагарин байқоңырдан ғарышқа ұшқан бірінші ғарышкер болып аттанады да Джон Кеннеди, ақштың президенті, осы 10 жылдықтың соңында ақштың ғарышкерлері айға қадам басады деген ақпаратты жария етеді. 1969 жылдың 21 шілдесінде, яғни тура 55 жыл бұрын ғарышкер Нил Армстронг айға қадам басты. Бұл кадрларды бүкіл әлем көріп, Армстронгтың әйгілі адамның кішкентай ғана қадамы бүкіл адамзат үшін үлкен секіріс деген сөзін бәрі естіді. Әрине кез келген тарихи оқиғаларға сенгендермен қатар сенбегендер де болады. 1976 жылы Билл Кейсингтің «Біз ешқашан айға барған жоқпыз» деген кітабы шығады. 1977 жылы «Тау ешкі 1» деген комедия шығады. Онда ғарышкерлер өтіріктен Марсқа барып келгендей болады. Бірақ сондай «біз айда ешқашан болған жоқпыз» деген теориялардың ішінде ең қызығы айға қонысты толығымен таспалаған Стэнли Кубрик деген сыбыс бар. Ондай теорияға себеп болған Кубриктің ғарыштық Одиссеясы. Бұл фильмді Кубриктің ақш басшылығынан біраз шынығып алайын деп сұрап алған жобасы екен. Онда режиссер технологияларын байқап көріп, кейіннен айға қонысты түсірді деген әңгіме бар. Оны режиссер құпия ұстай алмай, кішкене ұялып, жарқырау, яғни Shining, сияние деген фильмде көрермендерінен кешірім сұрап көптеген намектар тастады деген теория бар. Ол туралы білгіңіз келсе комментарийларға жазып, лайктарыңызды баса кеттіңіздер. Ол туралы бөлек шығарылым жасайлым. Бүгінгі фильмге көшейік. Fly Me to the Moon, яғни «Мені айға ұшыр». 2022 жылдың наурызында Apple Studios Артемида жобасы деген фильмді бастап жатқанын жариялады. Ежелгі грек аңыздарында Артемида ол Аполлонның егізі, ал Аполлон деп айға ұшу бағдарламасын атаған. Түсінесіңдер ма? Сөйтіп фильмнің режиссері болып Джейсон Бейтман тағайындалады. Ал басты рөлдерде бұрыннан бері дос болып келе жатқан Скарлетт Йоханссон мен Крис Эванс ойнау керек еді. Сосын Бейтман студиямен кішкене текетіресіп қалады да жобадан кетеді. Оның орнына Грег Берланти деген келеді. 2018 жылы соңғы фильмін түсірген режиссер, көбінесе продюсер болып жұмыс істейтін жігіт. Сол келеді де кішкене сценарийні өзгертем деп, жаңағы түсірілім срогын кішкене ұлғайтады, ары жылжытады. Сөйтіп Крис Эвансты жобадан кетуге мәжбүр болады, өйткені оның бір түсірілімдері бар, мен қолым тимейді дейді кетіп қалады. Сөйтіп жобаға Ченнинг Татум келеді. Ол Коул Дэвис атты кісіні ойнайды. Ол НАСАда жұмыс істейтін жігіт. Скарлетт Йоханссонның кейіпкері жарнама маманы. Оны президенттің өкілі Мо Беркис шақырады жұмысқа. Оны Вуди Харрельсон ойнайды. Осы жерде кішкене дубляж туралы айта кетейінші. Вуди Харрельсонға жабысып қалған ресейлік дауысы бар. Мына дауыс. Я бы сделал все, чтобы поймать преступника, миссис Хейс, но по ДНК нет совпадений ни с кем по нашей базе. Бірақ қазір Ресейде жұмыс істеуге болмайды, ресми түрде, және содан жаңағы ТМД-ға дубляжды Қазақстанда жасайды, немесе Грузияда жасайды. Бұл фильмнің дубляжын Қазақстанда жасады, және біздің актер, театрының актері, кинода ойнайтын актер Филипп Волошин жаңағы Вуди Харрельсонның дауысын өте күшті салған. Ана ресейлік дауысқа да ұқсатқан, жақындаған, және Вудидің өзіне де өте қатты жарасатын дауыс болды. Керемет жұмыс атқарылды, бас ием. Бір сөзбен айтқанда, Йоханссонның кейіпкері на всякий случай айға қонуды түсіріп қою керек.
бүкіл әлемге позорымыз шығып қалмасын деп. Алайда Татумдың кейіпкері бұл миссияда достарын жоғалтып алған және өтірікті ұнатпайтын кісі. Оған қоса екеуі бірін-бірі ұнатады. Конфликт осы жерде. Өткен шығарылымда шуламада жаңағы структуралық нүктелер қатты көрінеді деп айтқан болатынмын. Ол шығарылымды көрмесеңіздер мында басыңыздар. Ал мынау Мені айға ұшыр деген фильмде ол да әрине структуралық нүктелермен жұмыс істейді. Дегенмен әр сахнаның эмоционалды толыққанды ашылғаны бар да, сол эмоцияға беріліп, сен сол нүктелерді байқамайсың. Фильмге шынымен күшті команда жиналды. Татум мен Йоханссонның химиясы тасып барады десек болады. Оператор Дариуш Вольский пираттарды, Наполеонды, Марсианшыны, Гуччи үйін түсірген білікті маман. Композиторы Өрмекші адам мультфильмдерінде жұмыс істеген Дэниел Пемберден. Қызығы, фильмде олардың жұмыстары қатты көрінбейді, білінбейді, өйткені бәрі бір ағза болып, бір оқиғаны айтып беруге атсалысты да, және содан бір маманның ерекше жұмысы емес, толыққанды фильмде жұмыс істеген барлық департаменттердің керемет жұмысымен шыққан керемет бір туынды көрінеді. Содан өте күшті туынды шықты шынымен. Фильмдегі әр сөз, әр көзқарас, әр оқиға өз орнында. Шынайы оқиғаның ішінде ойдан құрастырылған сюжет алайда диссонанс тудырмайды. Ол туралы да өткенде айтқан болатынмын. Тіпті басты кейіпкерлердің киімдері де бөлек оқиға айтып береді. Йоханссонның кейіпкері жаңағы Ченнинг Татумның кейіпкеріне жақындаған сайын оның киімінің жаңағы түстерін өзіне бір тартып алатындай. Бір сахнада Ченнинг Татум сары киімде болса, келесі сахнада Йоханссонның кейіпкері сары көйлекте болады. Екеуі контрастта болады, бірақ бір-біріне жарасады. Ал Йоханссонның кейіпкері жалпы өйстіп басқаларға еліктеп қалғанды ұнатып қалған, үйреніп қалған соған кейіпкер, содан оның мінезінде бар да, андай жаңағы біреуді көріп, мынаның түсі жақсы екен деп өзіне тартып алатындай. Сондай мелочтарға дейін күшті жасалған кино да. Фильм 20-шы жылдардың Титанигі деп атауға болады. Үлкен тарихи оқиғаның сеттигінде орын алып жатқан қарапайым махаббат оқиғасы. Титаник драма болғанмен күшті Оскарға ие болды. Ал Мені айға ұшыр комедия әрине бармайтын кино Оскарға, өйткені жай ғана жаздық комедия, бірақ өте күшті жасалған жаздық комедия. Бір қызығы, жарнама маманы туралы жасалған кино аса қатты жарнамасыз кинотеатрларда шығып жатыр, және көпшілік ол фильм туралы білмейді де. Ол фильм түсірілгенінде туралы білмейді, ол фильмнің бары да білмейді. Сонысы кішкене өкінішті, өйткені Apple компаниясы фильмді түсіріп, бірден жаңағы Apple Plus қосымшасына жүктемекші болады оны. Сосын мейлі прокатқа шығара салайық деп прокатқа шығара салды. Жарнамасыз аса бір промо болған жоқ та, үлкен бір промо орын алған жоқ. Содан кішкене өкінішті онысы, өйткені мен кинотеатрдан шыққанда үлкен бір әсер алдым. Биыл кинотеатрдан шыққанда ондай әсер алып көрмеген әлі. Өте бір күшті кино. Бұл заманның киносы да сияқты емес, өйткені бұрындар кішкентай кезде бір күшті кино көресің ғой. Мамаңа да ұнайтын, үй ішіндегі үлкендерге де кішкентайларға да ұнайтын кинода. Сонысы бар, жаңағы Кубрикке сілтемелері бар, өте қызық. Өте қатты сол киноны көруге кеңес берем. Соны көріп талқылап тастайық. Менің осымен айтарым бітті. Дэдпул мен Росомахада көріскенше сау саламат.